5 Б сынып оқушысы Қамалдин Ақсәуле Тынымбай Нұрмағамбетов шығарма желісі бойынша бір шығармасын оқитын боламын. Ол шығарманың аты «Анасын сағынған бала» әңгімеден үзінді. 1 және 2 бөлімдері. Есмағамбеттің бұл сапары ауылына 4 жылдан кейін оралуы еді. Содан болар таңертеңгі пойыздан түскен пойдағы қарсы алушы туыстары достарымен болған ұшырасуды өзі кәдімгідей удулы болды. Біреулері құшақтап, біреулері сүйіп, тағы біреулері осы бір алыс қапаста Ақмұның шаруасын айтып қалып жатты. Ұзаққа созылған абыр-дабырдан кейін жалғыз қалып, әртүрлі жеміс ағаштары мен көкөністер өскен ауылда әрлі-берлі жүру де ол үшін айтарлықтай бір демалыс еді. Күн тау түс болып қалған екен. Ағаштардың әрқайсысына тоқтап қарап, сосын жоңышқалықты аралап келіп, күннің қызуы қуырып бара жатқандықтан жүзімнің көлеңкесіне кіре бергені сол еді. «Мама, сенсің ғой ең дана, мәңгі дос сен ғана» деп әндеткен сүйкімді бала дауысты естілді. Бірақ Есмағамбет олай былай бұрылып маңайынан бала көрмеді. Сөйтсе, үстіне су жаңа ақ футболка киген 4 жасар шамасындағы ер бала арнайы тіреу ағаштарымен керілген жүзім сабақтарының ұзына бойға көлеңкесінің бір шетінде құммен ойнап отыр екен. Қолында ойыншық күрек, ойыншық шелек. Балмағамбет ағасының ұзатылған қыздары болатын. Солардың бірінің баласы болар деп топшылаған Есмағамбет жүзім көлеңкесінде аяқтарын еңкейе басып балаға жақындады. Жақындап келгенше бала мұны байқаған жоқ. «Мама, сенсің ғой ең дана, мәңгі дос сен ғана, мама» жанына келіп, «Әй балақай, сенің атың кім?» дегенде барып бала Есмағамбетке бұрылды. Бірақ ойыншық шелекке ойыншық күрекпен құм салу ісін доғарған жоқ. «Атың кім дедім ғой?» деп қайта сұрағанда барып бала ұяң күлімсіреп, «Сержан» деді ақырын ғана. «Кімнің баласысың?» «Күміскүлдің». «Күміскүл кімнің өзі?» «Балмағамбеттің». Есмағамбет енді